Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бізде 13 наурыз күні қалалық семинар болған болатын. Сол семинарға мұғалімдерге арнап осындай ұлттық киімдер көрмесін жасадым, және сол көрмеде тек қана тамашалап қана қоймай тапсырма орындайды. Және де бұл көрмеде осындай 3D нысандар, киімдер, ұлттық киімдер, атаның, әженің отырған 3D нұсқасын, және де мына сәукеле киіп тұрған қыздың, батырдың 3D нысандарын жасап салып қойған болатын. Және де осындай әдемі киіз үйді нысанын салып қойдым. Олай болса, көрейік, киіз үйдің мына ішіне де кіріп қарауға болады. Бұл жалпы киіз үйді мен өзім жасаған жоқпын. Дайын 3D нысан бар сайтта, соны қолданған болатынмын. Барлығы киіз үйдің іші өте әдемі, үлкен, қазақи нақышта жасалынған, оюланған көрпешелер де бар. Осылай киіз үйдің ішін аралап көруімізге болады. Киіз үйден шығамыз. Киіз үйден шыққан кезде мына қазақтың кең даласында жайлауы, және де осы киіз үйдің айналасында осындай көрме жасап қойдым. Мұнда жылқы, қой, қазақтың төрт түліктерінің бірі жайылып жүр. Мұнда ата мен апаның 3D нұсқасын салып қойдым. Мұнда немересі өлең айтып жатыр, ата мен әже шай ішіп отыр. Сол сәтті көруімізге болады. Әрі қарай міне қыздың 3D нұсқадағы сәукеле киген нысанын қойып қойдым, және батырдың 3D нұсқасы. Және де осында көрмеде ұлттық киімдердің әртүрлі түрлерін көруге болады. Және де мұнда тапсырма берілген, көрмедегі ұлттық киімдерді атау керек болатын, және мұнда тапсырма берілген. Олай болса, көрмедегі киімдерді тамашалап көрейік. Мұнда мұғалімдерге берілген тапсырма, сондықтан кішкене киімдерге байланысты тапсырманы күрделендіріп бердім. Мұнда киімдердің әртүрлі түрлерін көруге болады. Бұрынғы заманда осындай қазақтың ұлттық киімдерін осылай киген, апаның кимешегі және қыздардың, ер кісілердің киімдері көрмеге қойылды. Және де мұнда 3D нұсқада ұлттық киімдерге байланысты батырдың және де қыздың сәукеле киген, яғни ұзатылып жатқан кезде осындай киім киетін болған, осыны суреттерді 3D нысан қылып жасаған болатынмын, жасанды интеллекттің көмегімен. Бұл жерде тапсырма ұлттық киімдерді атау керек, және де мұнда тапсырма берілген, тапсырманы мұқият оқиды мұғалімдер, және де тапсырма ал киімдерді қалай кию керек, нені ескеру керек, қазақта киімдерге қатысты қандай ырым тиымдар бар, осы тапсырманы орындайды. Мұнда ұлттық киімдердің орысша аудармасында, қазақша орысша аудармасын салып қойдым, себебі кейбір кісілер орысша атауын айтады, қазір қазақша атауын біле бермейді. Сондықтан қазақша аудармасымен салып қойдым. Жалпы біздің көрмеміз осылай көрінеді.